қимылсыз биік иықтан шашым төгіліп жерге күмісті шашпау жарасып белге. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз интервью макияж бағдарламасын бастаймыз. Бұл бағдарлама қыз-келіншектерімізге арналған өте пайдалы бағдарлама. Бағдарламадан не үйренесіздер? Бағдарламаның арасында мен түрлі саладағы қонақтарды шақырып, әртүрлі образдар жасаймын және әртүрлі тақырыпта макияждар жасаймын. Әртүрлі саладан келген қонақтармен сұхбаттасу барысында сіздер өздеріңізге қажетті кеңес аласыздар және макияждан пайдалы техника көрсетемін. Мысалға, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы визажист мамандығы және свадебный макияж. Қазақша айтқанда ұзататын қызға жасалатын макияж. Мен бүгінгі бағдарламамызда ұзатылатын қызымыздың құрбысының рөлін ойнаймын. Ұзатылатын қызымыз Тоғжан. Таныса отырыңыздар. Алматы қаласының номер 60 мектебінің информатика пәнінің мұғалімі. Тоғжан десе өзі Тоғжандай. Бағдарлама соңында әдемі киіммен, әдемі макияжбен, әдемі образбен менің қонақтарым қызыл кілемде жүріп өтеді. Мінекей осындай тамаша бағдарламаны бастаймыз. Ал Тоғжан ханым, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қалай мұғалімдік мамандыққа келдіңіз, сол туралы кішкене өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Ал мен болсам, визажист ретінде жұмысымды бастай берейін. Ең бірінші біз бетті тазартудан бастаймыз, әрине. Мен есімім Тоғжан, мен 60 гимназияда информатика пәнінің мұғалімі. Осы бағдарламаға мен арнайы шақырған болатын. Визажист саласына өзім де қызығамын. Жақсы. Енді Тоғжан, жалпы сіз визажисттің қандай болғанын ұнатасыз? Визажистке барып көрдіңіз ба? Опытыңыз бар ма профессиональный визажисттерге? Визажистердің енді ең бастысы макияждың техникасын біліп, әртүрлі макияждың түрлерін біліп дегенде, әр адам әртүрлі макияж жасайды ғой. Сол светотип дейді, неше түрлі техникалармен адамды өзіне жақын тартып, сонда. Тоғжан, сізге қандай макияж ұнайды жалпы? Макияждың түрлері көп қой, енді қыздарымыз инстаграмнан да көріп жатады түрлі макияжды. Сізге қандай макияж ұнайды? Более нюд макияждар қаттырақ ұнайды. Табиғи, қарапайым. Бүгінгі бағдарламамыз визажист мамандарға да пайдалы болу үшін. Қазір мен жалпы келіннің макияжын қалай жасау керек? Яғни бет күтімін неден бастау керек? Тональный кремді, яғни тонды қалай жағуымыз керек? Осы жөнінде айтып өтейін. Және свадебный макияждың, яғни келіннің макияжының косметикасы қалай болу керек? Сіздер білесіздер, тойда стойка дейміз. Стойка істейміз, орысша айтқанда стойки косметикалар керек, яғни тұрақтап тұратын бетте косметикалар қажет. Қазір мен бет дайындау процесін көрсетейін деп тұрмын. Яғни теріні тон жағуға дейінгі процесті көрсетейін деп тұрмын. Тональный крем, яғни тон жағу техникасын көрсетейін деп тұрмын. Бұл техниканы үйреніп алсаңыздар, қарапайым қыз-келіншектерге де, визажисттерге де пайдалы. Яғни неден бастаймыз, қалай жағамыз. Мінекей сол туралы. Ең бірінші мен дайындалу үстіндегі, Алла қалап жатса, өзімнің продуктым туралы айтып өткім келіп тұр. Қыз-келіншектер өзіміз үйде үй күтімін жасаймыз, білесіздер, бет күтіміне жасаймыз. Яғни бет күтіміне көп уақыт бөлеміз, білесіздер. Мінекей, мен де бірнеше жылдан бері өзім табиғи майларды бет күтіміне пайдаланамын. Яғни бірнеше жыл пайдаланып жүріп, осы табиғи 100%
натуральный дейміз ғой, яғни табиғи майлардың қаншалықты бетке нәр беретіндігіне көзім жетті. Сондықтан да өзімнің бірнеше табиғи майлардан қосып жасаған өзімнің сывырткым бар, яғни сарысуым бар, өзім ойлап таптым рецебін. Кішкене химияға да жақындығым бар, мінекей ойлап таптым. Енді осы Алла қалап жатса, осы сарысуды сіздерге ұсынғым келеді. Оның пайдасын өз бетіме пайдаланып көрдім. Қаншалықты қымбат сарысулардан ешқандай кемшілігі жоқ екенін байқадым. Осы сарысуым дайын болып жатса, өзімнің инстаграм парақшамда жариялаймын. Сатылымға шығып жатса, сіздерге бұйырсын. Мінекей сарысу және спрей мист дейміз. Яғни спрей мист. Бұның құрамында не бар? Ылғалдандырғыш составында витаминдер бар. Яғни бетті ылғалдандырады. Күні бойы бірнеше рет сеуіп, бетіңізді ылғалдасаңыз болады. Бірінші қазір біз сыворотка, яғни сарысудан бастаймыз. Негізі жақсы тәжірибелі визажистер бет күтімін, яғни тональный кремге дейінгі дайындықты қолмен жасағанды ұсынады. Не себептен? Өйткені біздің қолымызда жылулық бар, және сол жылулықпен жаққан продуктілерімізді сезіне отырып жағамыз. Яғни бетке артық жағылып кетпейді. Мінекей, свадебный макияж жасағанда, ұзатылатын қызға макияж жасаған кезде макияждың өте тұрақты тұруын қамтамасыз ететін ең бірінші бет дайындығы. Сондықтан сарысуды жаққан кезде біз оның көп жағылмауын қадағалауымыз керек. Яғни біз оны қолмен жақсақ, бізге оның қаншалықты жұқа жағылып жатқанын сезіледі. Мінекей, сондықтан да қолмен жұмыс жасаймыз. Енді жаққан кезде, мінекей, қолмен сезініп, қаншалықты сарысуымызды, қаншалықты жұқалығын сезініп, мінекей, бетке жаға бастаймыз. Мінекей, орысша айтқанда притапывающий движениемен жақсақ та болады. Яғни сарысу бетке сіңу үшін. Келесі кезекте көз астын ылғалдаймыз, яғни оған арнайы крем жағамыз. Бұл ылғалдандыруды да біз қолымызбен жағамыз. Яғни қолымызбен жаққанда косметиканың, продуктының көп жағылып кетпеуін қадағалап отырамыз. Көздің асты терісі өте нәзік келеді. Міндетті түрде ылғалдау керек. Спрей мистпен ылғалдаймыз. Бұл мисттің бір пайдалы жері күні бойы бетіңізге сеуіп жүре берсеңіз болады. Қанша сепсеңіз де артықтық етпейді. Керісінше бетіңізді кешке дейін ылғалдап, жақсы дәрежеде ұстап тұрады. Қыз келіншектерге де, визажисттерге де осы бағдарламаны көретін пайдалы болу үшін мен қазір тональный крем жағу техникасын көрсеткім келіп тұр. Сіздерге арнайы осындай макияжды жағуға арналған палетканы алуларыңызды сұраймын. Өйткені осы палетканың көмегімен, яғни қадағалап отырып жағасыз. Көп жағылып кетпейді. Мінекей, бірінші неден бастайсыз? Мінекей, кейбір кісілерге кисточкамен жаққан ыңғайлы, мынандай, кейбір кісілерге спонжбен жаққан ыңғайлы. Бірақ мен сіздерге қазір екеуінің де техникасын көрсетейін. Ең бірінші біз кисточканы бастаймыз. Бұл әдіс профессиональный визажисттердің әдісі. Яғни неден бастайсыздар? Мінекей, араластырып дайындап алдыңыздар. Араластырмасаңыздар, өздеріңіздің түстеріңізге келетін терлеріңіздің тональный кремді таңдадыңыздар. Енді мінекей астынан бастайсыздар. Бірденнен көп алуға болмайды. Мінекей астынан ғана дорожка дейді ғой, орысша айтқанда. Дорожка жасап алып, мінекей осылай бастаймыз. Яғни бетті
астынан бастайсыздар. Мінекей мына жерден бетті екіге бөліп аламыз, теңдей екіге бөліп аламыз. Бірінші жағын жасайсыздар, екінші жағын жасайсыздар. Сонда теңдей жақсы жағылады. Мінекей мына жерден бастап бетке бастаймыз жағуды. Мінекей қысқа қимылдармен, әрекеттермен жағамыз. Жақсылап бетті ылғалдап алғаннан кейін бетіміз дайын. Мінекей құлақтың тұсын ұмытпаңыздар. Құлақтың өзіне де кішкене жағып жіберуге болады. Көп емес әрине. Мінекей жоғарылап кете бересіздер. Мінекей бетке келдік. Ең бастысы тегіс жақсаңыздар болды. Мінекей көздің айналасына жоғары көтеріп жүріңіз. Мінекей астына көздеріңізді жоғары көтеріп отырып, кисточканың ұшымен жұмыс жүргізесіздер. Осы сәтте орысша айтқанда локально дейді ғой. Міне ұшымен ғана жұмыс жүргізесіздер, керек жеріне ғана. Ары қарай жоғары кете береміз. Көздің үстіне жағасыздар. Осы жерде айтып кететін нәрсе, кейбір визажистер көздің үстіне, астына арнайы консилер жағады. Бірақ оны мен жоққа шығара алмаймын. Консилерді жағуға болады. Сонымен қатар тональный кремді де жақсақ болады. Егер сіз цветной макияж жасайтын болсаңыз, яғни түрлі түстерді пайдаланатын болсаңыз, онда плотный тональный кремді қолданасыз. Яғни плотный тональный кремді қолдансаңыз, астында как подложка орысша айтқанда дайындау болып есептеледі. Әдемі тендерді жағуға. Мінекей. Мына әсіресе көздің барлық айналасына жағамыз. Қалып кетпеу керек, тегіс жағылу үшін. Мінекей көздің үстінде, яғни подвижный, неподвижный века дейміз орысша айтқанда, осы жерде тамырлар көрініп тұр, майда тамырлар. Осы тамырларды көрінбеу үшін кішкене көбірек жағып жіберуге болады. Плотно дейміз ғой орысша айтқанда. Мінекей. Сонда қазір біз теңді жаққан кезде әдемі көрінетін болады. Ары қарай жоғары шығасыздар. Мінекей. Ары қарай маңдайға жағамыз. Маңдай. Міне шаштың тұсына келген кезде кисточканың ұшымен жұмыс жасайсыздар. Яғни орысша айтқанда растушевка жасап жіберу керек. Шаштың түбіне қарай көрсетпей, білдірмей жайғап жіберу керек тональный кремді. Мінекей, қазір мен дәл солай жасап жатырмын. Бір жақ бетті болдық, енді келесі жақ. Дәл солай астынан бастайсыздар. Екіге бөліп алдық бетті. Астынан бастадық. Мойынды ұмытпаймыз. Мойынға да жағуымыз керек тональный кремді. Мінекей құлақтың тұстары, көрінетін жерлері, шаштың тұстары, түптері, барлық жерде тегіс жағылу керек. Сонда тональный креміңіз білінбей, өз теріңіздей көрінетін болады. Мінекей қысқа әрекеттеріңіз қысқа болу керек. Мінекей басып, төмен қарай басып жағамыз. Мінекей не себептен? Өйткені кейбір кісілерде қабыршықтану деген болады. Сол қабыршықтануды теріден көтеріп жібермеу үшін жасалады осылай. Міне төмен жайғап, қазақша айтқанда тігісін жабыстырып дейді ғой. Сол сияқты. Мінекей шаштың түптері жоғары қарай кете бересіздер. Мына мұрынның ұштарына келгенде өте
мұқият болу керек, қалып кетпеу керек мына жерлер. Мінекей бұрыштары, көздің астында да тамырлар көрініп қалмау керек. Мінекей мұрынның, еріннің үсті, барлық жерге тегістей жағылу керек. Тегістей жағылу керек. Мінекей, былай айналдырып келіп, осындай әрекеттермен жақсаңыздар болады. Міне мұрынның екі жағына кисточканы айналдыра отыра. Кисточка сіздердің құралдарыңыз. Музыканттар сияқты қалай ойнасаңыз өзіңіз білесіз кисточкамен. Көздің астына міндетті түрде. Маңдайды ұмытпаймыз. Маңдайға да әдемі қылып тегістеп жағамыз. Ортасын ұмытпаймыз. Мінекей қастың ортасын мынандай әрекеттермен жақсаңыздар болады. Міне қастың үстін ұмытпаймыз. Мінекей осындай әдемі әрекеттермен кремді жағамыз. Міне мойынға да төмен қарата жағасыздар. Мінекей осындай әрекеттермен ары қарата растушевка жасап жүреміз. Біз тональный кремді жағып болдық. Егер де сізге екінші рет жағу талап етілетін болса, яғни бетте дақтар болса, онда тура осы әдіспен үстінен тағы бір қайталап шықсаңыз болады. Немесе орысша айтқанда локально сол дақ бар жерге ғана жауып өтуге болады тональный креммен, немесе консилермен. Мінекей, мынандай әрекеттермен. Кішкене қалыңырақ қылып, притаптывающий движение дейді орысша айтқанда, мінекей басып-басып, көрінбеу үшін, яғни білінбеу үшін дақтар, мінекей осындай басып-басып жағуларыңызға әбден болады. Құлақ әсіресе қызарып, бөлек мемлекет болып қалып кетпеу керек. Құлағыңызда бірдей, құлақ терісі де бетпен бірдей болып тұру керек, сондықтан құлақты да ұмытпаймыз. Біз осындай әрекеттермен тональный кремді жағып бітірдік. Енді макияждың келесі этаптарына өтеміз. Тональный кремді жағып болдық, ол кремді яғни сіңдіреміз бетке. Мінекей спонжбен движениеңіз притаптывающий болу керек, яғни басып тональный кремді бет терісіне сіңіреміз. Мінекей тура сондай әрекеттермен бір жақ бетіңіз. Кез келген істі істегенде біз рет-ретімен істейміз. Мінекей сондықтан тура солай рет-ретімен жасайсыздар. Мінекей бір жақ бетті, келесі екінші жағын. Яғни тональный крем бетімізге толық сіңді. Ал тоғжан қыз, енді әңгімемізді жалғастырайық. Құрбылардың әңгімесін жақында тұрмысқа шығайын деп жатсың. Қандай визажистті таңдар едің? Қалай таңдар едің? Сол туралы кішкене айтып бересің бе? Әрине айтып берейін. Ең алдымен ол визажистің Instagram парақшасын көремін. Одан прайс дейді ғой, бағалары. Өзіміздің қалаба, Алматыда сол өте маңызды. Косметикалардың бренді қандай, профессиональный косметика қолдана ма, соның бәріне мән беремін мен. Қандай адамдармен жұмыс істейді, өзін қалай ұстайды макияж жасағанда, өзінің көңіліне ойдан шығатындай макияж жасау үшін ол кісімен түсіну керек қой. Өзі қылықтарына, нелеріне қараймын. Жақсы. Енді осы жерде мен сіздерге бір продукт жөнінде айтып өтейін. Мына продуктты сіздерге пайдалануға ұсынамын. Бұл Алматы қаласының белгілі визажисті Виктория Станевичтің, яғни макияж өнерінің чемпионы, макияж өнерінен әлемді мойындатып жүрген визажист атақты. Міне сол кісінің өзінің шығарған палеткасы, бетка корректорден тұрады, екі түсті, кремовый дейміз, біреуі қоңырқай және біреуі ақ түсті. Осы палетканың бағасы да өте сапалы,
қыз келіншектер, қыздарымыз өздеріңізге ұсынамын. Өйткені ол кісі өзі визажист болғандықтан, Виктория Станевич, жаман косметика, сапасыз косметика шығаруы мүмкін емес. Ол кісі әлемді аралап жүріп, чемпионаттарға қатысып, қанша дайындықтан өтіп, косметикадан түсіне біледі, яғни білімі көп косметикадан. Сондықтан да ол кісінің косметикасына сенім білдіруге болады. Мінекей мына палетканы алсаңыздар, өте сапалы, бағасы да ыңғайлы, яғни қолжетімді, және пайдалануға да ұсыныс білдіремін. Түсі дұрыс түстер. Мінекей мен қоңырқайынан бастаймын. Енді Алла қалап болашақта тұрмысқа шығып жатсаң, сен қандай ер азаматты таңдар едің? Ер азаматтардың бойындағы қандай қасиеттерді бағалайсың жалпы? Ең басты қасиеттердің бірі ол жауапкершілік деп ойлаймын. Өз айтқан сөзінде, ісінде тыңғылықты болып, екі сөйлемесе болғаны ғой. Одан кейін оның маған деген қарым-қатынасы өте маңызды. Оның алдыға қойған мақсаттарына, өйткені екі адам өмірге деген көзқарасы дейді ғой, сонысы бірдей болғанын қалаймын да. Сонда түсініспеушілік болмайды. Жалпы мына қазақ халқында ене тақырыбы енді көп қозғалады ғой. Сен енеңнің қандай болғанын қалар едің? Өзің анаңдай болса деп армандайтын шығарсың енді. Өзім анамдай болып. Өзіңді түсінетін, қолдайтын, иә. Барынша өзінің қызындай қарағаны өте маңызды. Өйткені енді мен кішкентай болып өзімді үйде сезініп жүргеннен кейін басқа бір отбасына барып, бірден ашылып, бірден өзіңді күшті қылып көрсете алмайсың ғой. Сол кезде жаныңды түсінетін адам сол енең болса деп ойлайсың. Жақсы. Өзіңнің анаң қандай? Ол кісі саған қандай тәрбие берді? Мен анам өте керемет жан деп айтсам болады. Енді әр балаға өзінің анасы ең бірінші адам дейді ғой, өміріндегі. Солай ғой. Менің анам, ол кісі өте, қалай айтсам болады, жан жақты адам да. Даму жағынан да өте керемет. Бізді де жақсы тәрбиелеп өсірген. Маған бір ұнайтын қасиеттері ол бізге үйдегі балалардың бәріне еркіндік береді. Ештеңеден тежеп, немесе бір қатал заңдармен, тәртіппен емес, керісінше бізге еркіндік беріп, өзіміздің қалауымызбен өстік. Өзіміз кім болғымыз келеді, не істейміз, қайда барамыз, соның сенің өсуіңе деген өте көп көмегін білдіреді екен. Сенің атың маған ұнап тұр да, Тоғжан десе Тоғжандай, иә, қараңыздаршы қандай қызық. Мінекей Абайдың Тоғжанындай өте сұлусың. Осы атты саған кім таңдап қойды? Бұл атты қоюдың да өзінің бір аңызы бар дейді ғой. Бұл атты маған әкемнің ең үлкен әпкесі дейді ғой. Сол кісі маған сол атты қойған болатын. Ол кісі өзі қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі, көптеген шығармаларды оқыған, өте білімді кісі да. Сол Абай жолын оқыған, кәдімгідей Абай жолын түсінген адам. Сені сұлу, әдемі. Атыңа сай болуың керек дейді ғой енді. Қазақтың қыздары шіркін қандай батыр болған, қандай сұлу болған. Мінекей біз сол кісілердің ұрпақтарымыз ғой. Сол кісілердің ерліктерінен тәрбие алатын біздерміз солардың ізін жалғастырушы. Жалпы мына қазір енді білімді ғой барлығы. Әйел кісілер өте білімді. Сен мысалға шетелге шығатын, шетелдің алдындағы, шет мемлекеттің алдындағы әйел кісілердің образы қандай болғанын қалайсың өзің? Мысалға, шетелде біздің Қазақстанды таныстыратын әйелдер қандай болу керек? Таза табиғи сұлулық дейді ғой. Сондай болса, өте керемет. Одан кейін өзің таза қазақ тілін, ана тілін білу керек.
ағылшын тілін білгенде дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені шетелге барып көрсеткенде басқа шет елдің адамдарымен ағылшын тілінде сөйлесіп, соларға маңызды өзіміздің тарихымызды айтса да. Қандай керемет, иә. Біздің тарихымыз өте бай ғой. Сол тарихты жеткізе білсе, бұл да қандай тамаша болар еді. Өзің кімдерден үлгі аласың? Біздің осы Қазақстанның атақты адамдарын айтатын болсақ, мысалға, кімден үлгі аласың өзің? Қандай елдерден үлгі аласың? Қазақстаннан мен негізі кумирің бар ма? Неде шетелдікі болса да айтсаң болады. Қандай қасиетімен ұнайды дегендей ғой. Баян Мақсатқызын айтсақ болады. Өте білімді, өте сұлу, сондай барлық жағынан дамыған дейді ғой. Қазіргі 21 ғасырға сай әйел образы мен үшін сол Баян Мақсатқызы. Өйткені қалай қыздарды көтереді, жолын ашады, иә? Жолын ашады. Талантты қыздардың жолын ашады. Талантты қыздарға көмек береді, қазақ аруын ұйымдастырып жатыр. Ол кісі нағыз талантты десем болады. Сондай қазақтың көп қыздары, әйелдері болса керемет болатын еді. Өзінің бір шетінен ішкі жан дүниесімен дамыған, білімімен дамыған, өзін көрсете алатындай болу керек қой әр адамның алдында. Маған да ұнайды, шынымды айтсам, біз сол кісінің жаңағы киноларын көріп, сөйтіп өстік қой, бағдарламаларын көріп, ол кісінің сұлулығының өзі өз алдына, бірақ одан бөлек маған ұнайтын қасиеті алдына мақсат қойып, соған жете білетін ер мінезді әйел ғой. Мінекей осы қасиеті мені өте қатты таң қалдырады. Біздің көрермендеріміздің ішінде де бар шығар ол кісіні ұнататындар. Қанша хейт айтса да, ол кісі ондай сөздерге бір сынып қалмайды. Иә, өте мықты әйел, иә. Ішкі жан дүниесі, стержень дейді ғой орысша айтқанда. Мен сынбайтын әйел, өте қажет деп ойлаймын ондай қасиет қазақтың әйелдеріне. Қасыңда қияқтай, өте әдемі. Негізі табиғи қастың қалың, әдемі болғаны қандай жақсы, иә? Қазір мен қасқа пішін беріп жатырмын. Тоғжанның қасының өзі өте әдемі, бірақ сонда да кішкене түс беріп жатырмын. Ал мен болсам Тоғжан, Алла қалап жатса, осы бағдарламама керемет қазақтың сұлу, атақты әйелдерінің келгенін қалаймын болашақта. Ол кісілерге де осылай әдемі макияждар жасап, әдемі образдар жасап, сол әйелдер өзінің үлгі боларлық қасиетін көрсетсе деймін менің көрермендеріме. Сол кісілерден алатын бір дүние болса екен деймін көрермендеріме, пайдасын тигізетін бір өмірлік тәжірибе деген болады ғой, сол өмірлік тәжірибелермен бөліссе қандай тамаша болар еді, қалай ойлайсың? Иә, өте керемет. Сіздің жұмысыңызға тек сәттілік, сондай керемет. Сіз көрермендеріңізге де бір маңызды бір жаңалықтар немесе сол кісілердің бір өсиеттері жақсы да. Иә, жастарымыз, біздің өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз сондай кісілерден үлгі алса деп ойлаймын да мен өзім. Иә, сол себептен де сондай мақсат қойып жатырмын алдыма. Бұйыртып жатса көреміз. Ал онда Тоғжан, сенің мамандығыңа келейікші. Жалпы сен қандай ұстазсың? Қазіргі балалар қандай? Қызықты бір мектептің мүмкін оқиғаларымен бөлісерсің. Ұстаздар кез келген балаға жол тауып, сол баланың тілінде сөйлеу деп айтады ғой. Сол тілінде сөйлеп, олармен өзіңді бір деңгейге түсіріп сөйлесіп, олармен солай тезірек тіл табыса алсаң, жақсы ұстаз бола аласың деп ойлаймын. Қазір мен енді көздің макияжына кірісіп жатырмын. Негізі свадебный макияжда көздің макияжы өте нәзік болған ұтымды көрінеді. Нәзік түстер болғаны. Өйткені киімнің өзі қараңыздаршы, қандай неткен әдемілік, ақ түс болғаннан кейін осы түске лайықты. Ал біздің бағдарламамыз өте тамаша өтіп жатқан сияқты. Тоғжан, қалай ойлайсың? Өте сапалы, жақсы әңгіме айтып жатқан сияқтымыз.
Енді осы орайда бір хабарландыру айтып кеткім келіп тұр. Осы бағдарламаға жақсы комментарий жазған кісілерге, қыз-келіншектерге менің әдемі сыйлығым бар. Ол сыйлығым, яғни макияж жасаудан видео урок сыйлаймын. Содан кейін осы бағдарламадан кішкене үзіндісін кесіп алып, өзінің инстаграмына, яғни сторисына үзінді мен ссылканы осы бағдарламаға салған кісілерге де сыйлық бет күтіммен байланысты. Яғни мен косметологтың да курсын бітіргенмін, эстет болып жұмыс жасаған адаммын салондарда. Мінекей косметологтың курсын мен Қытайдан келген 25 жылдық стажы бар керемет кісіден үйренген болатынмын. Косметолог эстетке оқып шыққан болатынмын. Мінекей сол курсымнан үзіндіні сыйлыққа беретін боламын. Сондықтан да жақсы комментарийлер жазыңыздар. Үзінді мен ссылканы стористеріңізге салыңыздар. Бағдарламаның әдемі макияждың сабақтарын алыңыздар. Онлайн сабақтар әрине беріледі. Мінекей сол сабақтардан макияж жасауды үйреніп, сұлу болыңыздар, әдемі болыңыздар. Көз макияжында мінекей осындай әдемі жылтырларды пайдалансақ, нәзік жылтырларды пайдалансақ та, макияжыңыз өте әдемі көрінеді. Жылтырларды мына яблочко дейміз ғой, көздің тура мына дөңгелегінің үстіне жақсаңыз, өте әдемі көрінеді. Ал енді Тоғжан, бәріміз де макияжды жақсы көреміз, қыз баласы болғандықтан, әйел адам болғандықтан. Сен өзің жалпы косметиканы қалай таңдайсың? Арнайы дүкендерге барып аласың ба? Жалпы қалай аласың косметиканы? Енді косметиканы көбінде сайттардан қараймын, брендіне көп мән беремін, қандай бренд, сапасы қандай деген сияқты. Мен ең бастысы тон, бетке жағатын тональный крем, соны сапалы болғанын қалаймын. Ал біздің қыз келіншектеріміз бүгінгі бағдарламаны осымен аяқтаймыз.